Деректемелерді ресімдеу тәртібі. Екінші бөлім. 11-ші деректеме құжатты бекіту грифі. Гриф утверждения документа. Бұл құжаттың бірінші парағының оң жақ жоғары бұрышында орналастырылады және кіші әріптермен ресімделеді. Құжатты нақты лауазымды адам бекіткен кезде бекіту грифі мынадай элементтерден тұрады. Бекітемін деген сөз, лауазымның атауы, қолы, қолының толық жазылуы, яғни тегі, және бекіту датасы. Бекітемін сөзі тырнақшаға алынбай кіші әріптермен ресімделеді. Құжатты лауазымдары тең екі немесе одан да көп адам бекіткен кезде бекіту грифтері ұйымдар атауларының әліпбилік ретімен бір деңгейде орналастырылады. Құжат қаулымен, шешіммен, бұйрықпен, хаттамамен бекітілген кезде бекіту грифі бекітілді немесе бекітілген деген сөзден, көмектес септігіндегі өкімді құжат түрінен, оның датасы мен нөмірінен тұрады. Көмектес септігі кіммен немен деген сұраққа жауап беріп, мен, бен, пен жалғаулары арқылы жасалады. 12-ші деректеме қарар. Құжаттың бірінші парағының жоғары бөлігінде мәтіннен бос орында орналастырылады. Қарардың құрамы орындаушының барыс септіктегі аты жөнінен, тапсырманың мазмұнынан, орындау мерзімінен, қарар авторының қолынан және датадан тұрады. Сондай-ақ қарарды жеке бланкіде, фишкада ресімдеуге рұқсат етіледі. Әдетте А6 форматта болады. Онда құжаттың тіркеу нөмірі мен күні міндетті түрде көрсетілуі керек және ол құжатқа бекітілуі керек. Орындалғаннан кейін қарары бар парақ құжатпен бірге іске тігілуі тиіс. Тапсырма 2 және одан да көп адамға берілген жағдайда, егер онда өзгеше белгіленбесе, онда тапсырмадағы бірінші болып көрсетілген адам негізгі орындаушы болып табылады. Келесі деректеме 13-ші құжат мәтініне тақырып. Бұл құжаттың сол жақ жиегінің шетінен қалың қаріппен сөздер тасымалданбай ресімделеді және әр жолда 35 белгіден аспайды. Ал көлемі 5 жолдан асқан кезде тақырыпты құжаттың ортасында ресімдеуге болады. Тақырыптың соңынан кейін нүкте қойылмайды. Мәтінге қойылатын тақырып қысқа, сондай-ақ құжат түрінің атауы мен оның мазмұнына сәйкес болуы керек. 10 жолдан аз мәтінге, сондай-ақ А5 форматтағы бланкіде жасалған құжатқа тақырып қойылмайды. 14-ші деректеме бақылау түрі туралы белгі. Бақылау, бақылауға алынды деген сөздермен немесе мөртабанмен белгіленеді және құжаттың бірінші бетінің сол жақ жоғары жағындағы мәтіндік жиектің шегінен тыс жерге қойылады. 15-ші деректеме құжаттың мәтіні 1,5 жол аралық интервал арқылы 14 Times New Roman қарпімен немесе ариалы жол аралық бір интервал арқылы басылады. Кестелерді, қосымшаларды орындаушы туралы белгіні ресімдеген кезде қаріп мөлшері мен интервалды өзгертуге болады. Көлемі жағынан ауқымды құжаттардың мазмұны жақын тармақтары тарауларға, бірнеше тарау бөлімге, бөлімдер бөлікке біріктіріледі. Үлкен тараулар параграфтарға, тармақтар тармақшаларға бөлінеді. Құжаттардың тармақтары, тараулары, бөлімдері, бөліктері нүкте арқылы араб сандарымен мынадай түрде нөмірленеді. Ал тармақшаларды нөмірлегенде жақша арқылы бөлініп араб цифрларымен былайша белгіленеді. Абзацтарды дефиспен немесе басқа да белгілермен белгілеуге рұқсат етілмейді. Құжатты 2 және одан да көп парақта ресімдеген кезде екінші және одан кейінгі парақтар нөмірленеді. Құжаттың титулдық бірінші беті ешқашан нөмір қойылмайды, бірақ саналады. Осымен сабақтың екінші бөлігін аяқтаймыз. Сабақ бойынша өзін-өзі тексеру сұрақтары сілтеме бойынша жіберіледі. Келесі кездескенше.